Сәлем достар, біз бүгін кеш пирогын дайындаймыз. Өте оңай рецептімен бөлсем. Ол үшін сіздерге 300 грамм ұн, аздап тұз қосамыз. Бұл бізде песочный тесто, және де үй температурасында тұрған 150 грамм сарымайымыз қосамыз. Жақсылап ұсақтап аламыз, ұнмен араластырып. Ұсақталған ұнымызға енді мұздай жұмыртқамыз қосамыз, және де салқын суымыз 20 грамм. Не болмаса 2 ас қасық суымыз. Өте тығыз тесто дайындаймыз. Дайын болған тестамызды полиэтилен пакетіне салып, 1 сағатқа тоңазытқышқа қоямыз. Ол аралықта біз начинкасын дайындаймыз. Ол үшін бізге 2 пияз, 350 грамм филе тауық еті, және де 50 грамм май, тұз керек. 50 грамм майымызды табамызға қойып, қызарғанша пиязымызды қуырамыз. Қызарған пиязымыздың үстінен тауық етін салып, ұсақталып туралған 7-8 минут бойына қуырып аламыз. Арасында тұз себеміз, және де паприка себеміз. Бәрін араластырып, кемінде 7-8 минут қуырып аламыз. Себебі тауық еті құрғақ болады. Енді 1 сағат тұрған песочный тестамызды алып, табамызға салып, шетіне жеткізіп, жайып шығамыз. Не болмаса, қолмен және де оқтаумен жайып алсаңыздар болады. Шетінен асырып, шығарып жасаймыз. Артығын пышақтың көмегімен кесіп тастаймыз. Себебі кешіміздің шеті өте тегіс болып шығу үшін. Міне, шеткі жерінде, жетпей қалған жерін, жұқа жерлерін осылай қолдың көмегімен бір қалыпты етеміз. Негізі ортасының көтеріліп кетпеу үшін вилкамен теріп шығамыз. Не болмаса, ортасына пергамент қағазын төсеп, күріш салып, фасоль салып пісіріп болады. 10 минут қана пешке саламыз. Мен ондай ештеңе салмаймын, тек қана вилканың көмегімен тескілеп, 10 минут қызып тұрған 170 градуста пешке салып аламын. Минуттан кейін тестамызды шығарамыз. Ол аралықта біз соусын дайындаймыз. Енді соусқа келсек, 20% қаймақ, 150 грамм, және де 150 грамм сүт қосамыз. Екі жұмыртқаны саламыз. Тұз саламыз. Бұрыш, дәмдеушілер саласыздар. Пенчиктің көмегімен араластырамыз. Бұрыш менде, тұз, орегано, және де розмарин салдым. Және паприка. Барлығын пенчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Бұл бізде соусымыз, заливкамыз. Осы аралықта 10 минуттан кейін біздің тестамызды пештен алып, кезекпен салмасын салапмыз. Міне, 10 минут тұрды біздің тестамыз. Енді қуырылған біздің филеміздің астына жартысын салып аламыз. Брокколиді мен қайнап тұрған суда 5-7 минут бойына ұстадым. Және шығарып, ұсақтап турап алдым. Міне осылай салып шығамыз. Көп суда қайнатпаймыз, дәмі кетіп қалады. Және де твердый сыр менде ұсақталған 200 грамм. Міне тағы да филемізді салып шығамыз, қалған филемізді жайып. Қалған брокколимізді саламыз. Осылай кезекпен жинаймыз. Өте пайдалы пирог бұл. Балалардың сүйікті асына айналады. Және де сырымыз ұсақталған. Аздап бетіне алып қаламыз.
черри помидорын жартыға бөліп осылай қойып шығамыз. Және де заливкамызды құямыз. Барлық жеріне жететіндей етіп. Заливканы не болмаса 300 грамм сливкамен дайындасаңыздар болады. 300 грамм сливка және де 3 жұмыртқаны қосып. Менде тек қаймақпен және сүтпен жасаймын. Міне бәрін жеткізіп және де кішкентай аздап сүркілейміз. Заливка барлық жеріне жету керек. Қалған сырымызды себеміз бетіне. Қызып тұрған 170 градуста пешімізде 40 минут пісіреміз. Дайын болған кешімізді шығарып, формамыздан босатамыз. Негізі ысықтай күйінде берген жақсы, тамақ ретінде. Осындай. Біз өзіміз ысықтай қолданамыз. Мен сіздерге қазір ысықтай күйінде кесемін. Сырымыз еріп тұрады. Салқындағаннан кейін сыр қата бастайды. Өте пайдалы пирог қатарына жатады бұл. Дәруменге толы. Міне осындай. Өте нәзік болып шығады. Сіздермен бірге болған Жайдия кондитерлік орталығы. Қыздар жасап көріп, пікір қалдырыңыздар. Ас болсын қыздар.